Енді қайнапам аты қосын. Тұр, нормально. Болмайды шығар, екеуің тұр. Жастабайсың. Спутникқа бекер келмеппіз, апамды түсіріп жатырмыз. Давай түсірдім апайым. Енді кім шығарып береді оны? Все, апамаңыз, ал сізге үйіңізге чай. Мынаны қараңдар ал. Солай, короче. Қол ашық қоқырсы көрінгенге сол. 9-ды күтіңіздер, короче, кешкі қалыңыз. Пока. Сіздер қазір мен ыдыс қалай жуатынымды көрсетіп жіберейін. Бірінші ыдысты аламыз. Сөйтіп төгемізде мына жерде майлар бар. Соған маленький несін бүйтіп қосамыз. Бәрін кішкене мочалып біліп аламыз, короче, полностью. Тщательно жуамыз ғой, андай. Сабын, короче, андай иісі болмау керек қой. Қасықты иіскеген кезде иісі болмау керек. Четкий болып тұр. Уже негізі май ыдыстар өздері андай сезіледі ғой, кішкене май болып тұрғаны. Ұстаған кезде четкий болу керек. Губканы бүйтіп до конца жуып жібереміз анау. Мына жерде майларды аламыз. Обязательно андай қоқымдар алады, короче. Полный бір химчистка істеп жібереміз. Так, и дальше тағы бір сүртіп жібереміз. Сосын шет жақтарын бояйып. Сосын бүйтіп. Главное, резко түш қабасын. Мен жаққа қайтып бара жатырмын. Кинодан емен негізінде біз үйіміз Мегаға жақында. Сөйтіп бағана бір сағат қанша? 10-дарда ма? 10 болмай даже мен Мегаға барған болатын бір адаммен сөйлесуге. Содан сол жақта қалып қойдым да. Қандай кино бар екен деп барып кино көре салайыншы деген ғой. Сөйтсем сағат 11:30-ға F1 Формула 1 деген кино бар екен. Маған соны бір адам айтқан, соны күшті депші. Соған кіре салайыншы деп барып кірдім. Ана кино енді 10 из 10 ғой. Күшті кино екен прям. От души еще ұзақ болды, бірақ соны до конца отырып көре алатындай кино екен. Сонда енді жаққа бүйтіп кішкене жаяу жүрейін деп қайтып баратырмын. Енді көп сұрайды мен сен киноға кіммен бардың деген сияқты. Осы киноға барып қалсам обязательно сұрайды да, кіммен жүрсің деген сияқты. Мен негізінде қасымда досым либо біреу жүрсе кіре саламын біреумен, либо өзім жүріп бір көре қойсам, өзіме ұнайтын кино бір сол уақытқа сәйкес келіп тұрса, кіріп отырып киноны көріп шығамын. Жалғыз болсам да, ол бір маған бір қалай айтсам болады, бір ыңғайсыз да емес, қасында обязательно біреу болу керек дегенде міндет жоқ та. Жалғыз өзім кіріп кино көріп шықтым, өзіме ұнайтын. И что деген. Вот ең бірінші есімде болса, студент кезімде өйдім, кажется, бірінші рет ең бірінші киноға жалғыз барған кезім. Қала тып-тыныш. Жағыма кеп қалдым уже. Бір түрлі екен кішкене андай уақытта жүрген.